Ассалаумағалейкум арма қазақ. Бізді күзетіп бара жатқан әрбір әйелге бүгінгі мерекеңіз құтты болсын деп қаламыз. Ал онда біз бастадық. Егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. 8 наурыз мерекесіне орай Павлодар, Ұлытау, Қарағанды, Түркістан, Абай өңірлерінде көп балалы аналар менен атаулы көмек алатын отбасылардың бір реттік жәрдемақы төленеді деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Бір реттік төленді жергілікті әлеуметтік өзгерістері белгіленеді. Алтын алқа, күміс алқа иегерлері 11.673 ана 17.720 теңге көлемінде ақша алады. Көп балалы аналар және соның ішінде табысы аз азаматтарға 2,5 ай-2 яғни 8.625 теңгеден әлеуметтік көмек төлемі жүргізілу жоспарланып, қазіргі уақытта Астана қаласы бойынша 30 мыңға жуық анасы қамтамасыз деп орналастырамыз, деді әлеуметтік жәрдемақы тағайындау бөлімшесінің басшысы Болат Жұмадил. Бұл төлем жалақы алып жүрген азаматтардың шотына азаматтық түрде аударылады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бүгінгі көктемнің алғашқы мерекесі баршаңызға құтты болсын.